Сіздерді интернет алаяқтықтың құрбаны болмас үшін келесідей сақтық шараларын сақтауды сұраймыз. Сізге сәлемдеме келді. Есептегішті тегін ауыстырамыз деді. Сим картаңыздың мерзімі аяқталды. Банктен қоңырау шалды. Сілтемесі бар SMS келді. Техниканың төмен баға ұсынды. Бұл таныс па? Әрі қарай көреміз. Сәлемдемелеріңізді алу үшін SMS код жіберіңіз дейді. Бұл алаяқтық. Сәлемдемелеріңіз тек Қазпочта бөлімшесінде ғана беріледі. Сізге есептегішті тегін ауыстыру деп SMS кодты сұрап жүрген адамдарға сенбеңіз. Бұл жаңа алаяқтық әдісі. Сим картаңыз өздігінен өшеді деп қорқытады. Бұл жалған. Нөміріңіз өздігінен бұғатталмайды. Банк қызметкерімізге қоңырау шалып, картаны немесе код сұрауы алаяқтық. Біз ешқашан клиенттерге қоңырау шалып, дерек сұрамаймыз. Қазіргі таңда жалған SMS пен сілтемелер таратылып жатыр. Біздің хабарламаларды тек ресми сайттарымыздан тексеріңіздер. Техникаларды тек ресми дүкендерден сатып алыңыздар. Осы шараларды есте сақтаңыздар. Біздің қауіпсіздігіміз өз қолымызда.